Қайырлы кеш, құрметті достар. Осыдан бірнеше күн бұрын біз өзіміздің әлеуметтік желімізге осы Қызылорда қаласындағы жүгінген садиктердің уәждеріне қатысты ақпарат таратқан болатындығымыз. Алайда бүгінгі таңда осы бір аптаның көлемінде бірнеше аудандардан, осы Қызылорда қаласы, Қызылорда облысына қарасты аудандардан мынандай бір уәждер шығып жатқан көрінеді, яғни садиктерге. Бұл азаматтың айтып жатқан барлық дәлелдемелері өз дәлелін тапқан жоқ. Себебі бүгінгі таңда сол аталған жаңағы Геркуб компаниясы мен JSOP компаниясы біріккен. Сондықтан ол бүгінгі таңда жұмысын әлі күнге дейін жалғастырып отыр деген сыңай танытқан көрінеді. Енді осы алдыңғы видеоның жалғасы ретінде осы екінші часть деп қабылдасаңыздар болады. Енді сол Геркуб компаниясы мен JSOP компаниясының қалай біріккендігі жайында қазір соған тоқталатын боламыз. Сонымен, как баяғыдай, алдыңғы жолғыдай бірінші құжат и екінші құжат. Енді бірінші құжат бойынша тоқталатынымыз алдыңғы ақпарат Геркуб компаниясына қатысты 2012 жылдың 21 августында тіркеуден өтеді. Сөйтеді бұл компания 2024 жылдың 4 желтоқсанында жұмысын тоқтатады. Яғни оған жұмысын тоқтатқандығы жайында осындай ақпарат егоп порталында арнайы тіркеуден өткен прекращение деятельности дейді, яғни бірікті деп тұрған жоқ. Бұл арнайы осы Ақұдайлар еліне дұғай сәлем айтқым келеді, сол Ақұдайлар еліндегі азаматтарға. Енді бұл Геркуб компаниясы 2024 жылдың 4 декабрінде жұмысын тоқтатып жатыр ғой. Енді JSOP компаниясымен бірікті деген сияқты уәж келтіреді. Енді қараймыз JSOP компаниясының егоп порталындағы мәліметтеріне. Яғни бұл компания 2001 первичный регистрациясы 2010 жылы басталады, одан кейін перерегистрациясы, дата перерегистрациясы 2023 жылдың 12 апрелінде болып тұр. Яғни бұл компания, Геркуб компаниясы жабылып жатқан кезде ешқандай да 24 жылы бірігу интеграциясы нәрсесі болмаған. 25 жылы болған күннің өзінде де бұл компанияда вводимление дейді, изменение видов деятельности, яғни окетін өзгерткен. Яғни налоговыйда или статистика департаментінде мәліметтеріне жүгінетін болсақ, бұл кісі мына жердегі окетін өзгертіп жатыр. Ешқандай да бір компаниямен или екінші компанияның бірігуі көрсетілмеген. Сондықтан құрметті білім бөлімінің азаматтары, білім бөлімінің басшылары, қызметкерлері деп айтсақ болады. Егер де уәждеріңіз или болмаса бір пікірлеріңіз или болмаса осы мен таратып отқан мәліметтен қандай да бір жалған мәлімет болатын болса, тікелей сотқа берсеңіздер болады. Ал енді өздеріңізге қарасты әлеуметтік кәсіпкерлер деп танылатын немесе кәсіпкерлік статусы бар мекемелердің құқықтарын шектемеңіздер. Дәлелдеріңіз бар ма? Айғақпен, дәлелмен осылайынан ұсыныңыздар. Ал егер де айғақтарыңыз, дәлелдеріңіз болмаса, онда негізсіз основания, ешқандай основания болмаса, өйтіп құқықтарын шектеп, жұмыстарын тоқтатпаңыздар. Сондықтан да сауатты болайық, сауатты болуға ұмтылайық. Сонымен алдағы уақытта осы садиктерге қатысты, жалпы білім саласына қатысты мемлекеттік қызметшілердің жасап отқан әрекеттері жайында жиі тоқталып, жиі ақпаратпен бөлісетін боламыз. Сіздермен бірге сол баяғы крышасы жоқ Сағындық Байділдаев. Амандықта жүздесейік.